Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліш жасайтын боламыз, яғни творожный пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне ұнымызды салып аламыз. Одан соң екеуін жақсылап тұрып араластыратын боламыз, яғни екеуі бірігіп үгітіліп тұру керек. Егерде менің рецептім сіздерге ұнаған болса, қолдау білдіріп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Мінекей осылайынан үгітіліп тұру керек. Енді оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Одан соң қантымызды салып, оларды жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Келесі жұмыртқамызды қосып, енді оларды араластырып біріктіретін боламыз, яғни қамыр илейтін боламыз. Бізде қазір жұмсақ қамыр шығатын болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыры шықты. Енді оны салафан қалташамызға салып қойып қоятын боламыз. Оған дейін начинкасын жасайтын боламыз. Творогымыздың үстіне қантымызды саламыз. Одан соң жұмыртқаларымызды салып алатын боламыз. Енді жүгері крахмалын салып аламыз. Барлығын енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады, бірақ та миксермен араластыруға болмайды. Біздің қоспамызды сұйылтып жібереді, сол себепті де миксермен араластыруға болмайды. Піскен соң да ол ағып тұратын болады. Енді формамызға қамырымызды жайып алатын боламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік. Енді қолымызбен қамырымызды жайып аламыз. Бұл листті, яғни формамызды майламасақ та болады, себебі бұл песочный тесто, бұл жабысып қалмайды өзінің құрамында майы болғаннан соң. Осылай қолымызбен жайып аламыз. Кішкене шет жақтарын қалыңдау қыламыз, себебі қазір бортик жасаймыз. Және енді шетін осылай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Кішкене биіктеу етіп жасай береміз, себебі қазір ішіндегі начинкамыз көтеріледі, көпсейді, сол кезде қамырымыздың сыртына шығып кетуі мүмкін. Енді осылай бір тегіс шығу үшін шанышқының көмегімен осылай басып шығатын боламыз. Жандарын осылай шанышқының көмегімен басып шықтық. Енді осылай ортасын басып шығатын боламыз. Қазір қамырымыз көтерілген кезде бір тегіс болып көтерілетін болады. Осылай түзулеп алатын боламыз. Енді начинкамызды салып алатын боламыз.
Мінекей салып алдық. Енді осылай үстін түзулеп қоятын боламыз қасықтың көмегімен. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар да болады. Әсемдік үстіне дәм беру үшін осылай мен шиені қолданатын боламын. Бұл міндетті емес, сіздер қолданбасаңыздар да болады, бірақ та қолдансаңыздар өте әдемі болып шығады және де дәмі де күшті болып шығады. Енді пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Пирогымыздың піскенін жанындағы қожықтарының қызарғанынан білсек болады. Пирогымыз бізде қандай болып шыққанын сіздерге көрсететін боламын. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай кесілген кезде өте жұмсақ кесіліп жатыр. Және де біздің начинкамыз ағып кетіп жатқан жоқ. Бір қалыпты қатып тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және де түп-түзу болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және де дәмі де өте күшті, ауызда ериді.